Мен ол қызды жақсы танимын. Етене жақын таныспын десем де болады. Қалаға келіп оқуға түскен. Анасымен бірге тұратын. Менмін деген білім ордасында оқыды. Анасы базарда сатушы болды. Бір қызығы екеуінің арасын рельс қана бөліп жататын. Анасы жалғыз қызын оқыту үшін қысы-жазы қаңылтыр будканың ішінде сауда жасады. Қыз сабақтан шыға сала поезд жолдың келесі бетіндегі анасына асығып жететін. Ақ мамасының жұмыс уақыты аяқталғанша қасында бірге сауда жасайды. Қызға басқа саудагер әйелдер қызыға қарайтын. Өйткені ол қыз өзінің сабақтан кейін сауда жасап жүргенін курстастары көріп қояр деп ешқашан намыстанған емес. Керісінше анасының еңбегін ел жұрттың бәрі көрсе екен дейтін. Осылай 4 жыл өтті. Оқу аяқталып қолға көптен күткен диплом алынған. Қызы ақ мамасының маңдай терін, үмітін ақтады. Бірақ бастапқыда жұмыстың реті келмей жүрді. Қыздың аздап жазып шимайлайтыны бар еді. Оны әркез жүйрік қаламы асырап келді. Бір күні ойламаған жерден жақсы бір жобаны көзі шалды. Бағын сынап қатысты. Көп ұзамай поштасына сіз үздіктердің қатарынан көріндіңіз. Мынандай күні Елордада өтетін марапаттау рәсіміне келіңіз деген хабарлама келді. Қыз қуанды, бірақ мұңайды да. Ол жаққа баратын ақша қайдан болсын? Анасы болса күні-түні базарда. Қайтпек керек десті. Бармайын десе жүлдесі бар, барайын десе қалтасы жұқа. Анасы қарызданып жүріп қызының жолына ақша тауып берген. Бірақ қызы, сенсіз ешқайда да бармаймын, мен ортаға шығып жүлде алғанда залда маған кім қошемет соғады? Деді. Ақ мамасы ұзақ жылады. Сөйтті де екеулеп тырмысып жүріп қаражат тауып жолға шықпақ болды. Тек анасының бастығы өте қытымыр келіншек еді. Осы әдеби тілде іштарлықты қалай көркемдеп жеткізуге болады? Мен теңеу таппадым тегі. Базарда гу-гу өсек тараған ғой. Өзіміздің сатушы бәленшенің қызы Астанадағы республикалық байқаудан орын алыпты дейді. Бәленше қызын ертіп соған кеткелі жатыр екен демей ме? Бір сөзбен айтқанда қол астындағы сатушысын жұмыстан босатқысы келмей біраз қинады сол әйел. Ақыры мақұл десіп 4 күнге жіберді. Оның 2 күні жолға кететіні анық. Қош, сонымен екеуі Елордаға жетіп, қызы марапат алып, анасы қол соғып мәре-сәре күйде елге үлкен қуаныштарын арқалап келген. Десе де, қызғаныш ішті қуырмай тыныш жатсын ба? Екеуі енді үйлеріне жайғаса бергенде бастығының аяқ асты есеп жүргізгісі келіп қалып, поездан жаңа ғана түскен қызметкерін жұмысқа шақыртып алады. Ана қағазды бір, мына тауарды бір сұрап сыныққа сылтау таппай сатушы әйелді біраз әуреге салғанды. Ақыры ішін жандырып бара жатқан қызғанышын қалай көрсетерін білмей жеке басына тіл тигізе бастайды. Ең сорақысы, қызыңда қайдағы талант, қайдан білеміз, мүмкін жүлдені сатып алған шығарсың деген екен. Сонда сатушы әйел көз жасын тие алмай, жаным-ау, егер республикалық байқаудың жүлдесін сатып алатындай ақшам болса, сенің будкаңда қыста аяғымнан сыз өткенше тоңып, қалтырап сауда жасап отырар ма едім? Депті. Күншіл әйелдің аузына құм құйылып қалай жазаларын білмей ашу үстінде жұмыстан боссың дейді. Осымен сөзде, жұмыста тәмәм. Анасы үйге келеді. Әрине, болған жағдайды қызына жұмсақтап жеткізген болады. Бірақ қызы ерегескенде анасын сол былығы көп базардан ғана емес тұтас қаладан Астанаға бірақ көшіріп алып кетеді. Содан бастап, ақ мамасы екеуінің өміріне жаңа мән кіре бастайды. Егер сол әйелдің ашы тілі болмағанда, нық қадам жасай алмайтын еді ғой. Ол әйелді олар баяғыда-ақ кешірген. Бірақ Құдай кешірмепті. Қайбір күні қыздың анасына базардағы таныс келіншектері хабарласып, бұрынғы бастығының тауар толы қоймасы өртеніп, күлі көкке ұшқанын айтады. Сен кеткенде артыңнан айтпаған ауыр сөзі қалмап еді. Жүйесіз қарғыс иесін табады, десті келіншектер. Алайда қызы мен анасының сол әйелге жандары ашыды. Шынайы жандары ашыды. Оның осы жасқа келгенше өмірден сабақ алмағанына күрсінді. Мүмкін осыдан соң түзелер деген үміттері де болған. Қисық ағаштың көлеңкесі де бәрібір қисық болады екен ғой. Арада қаншама жыл өтсе де осы оқиғаны ойлаған сайын әлгі іштар әйелдің жіп-жіңішке еріндері есіме түсіп кете береді. Қыз үшін неге де даяр ақ мамасында есіме аламын. Және қыздың өзінде ойлауды ұмытпаймын. Әйтеуір, сол қыз өзім болған соң ба екен, білмеймін. Назерке Серікқызы.